Жақсы жаңалыққа жаны құмар зейнеткерлер жыл аяқталғы жатқанда зейнетақы көбейер ме екен деп алаңдайтыны анық. Алдағы уақытта зейнетақы 50%-ға көбеюі мүмкін бе? Бұл қай уақытта жүзеге асырылуы мүмкін? Қалай ойлайсыз? Тақырып қызықтырса видеоны қарап шығыңыз. Қазақстанда әскери қызметкерлерге еңбекақы төлеу жүйесіне өзгерістер енгізілді. Оған сәйкес алдағы 2 жылда әскери қызметкерлердің жалақысын орта есеппен 50%-ға дерлік арттыру көзделіп отыр. Үкімет әскери қызметкерлерді әлеуметтік қамтамасыз етуді жақсартудың кешенді бағдарламасын ұсынып отыр. Құжаттағы ең маңызды мәселе алдағы уақытта жалақының көтерілуі. Қазақстанның әлеуметтік кодексінің 220 бабына міндетті зейнетақы жарналары есебінен төленетін зейнетақы төлемдерін алу құқығына сай, еңбек өтілі бойынша әскери зейнеткерлерге өмір сүру жағдайын жақсарту және емделуге ақы төлеу үшін қалған зейнетақы жинақтарын толық көлемде бір жолғы пайдалану құқығы беріледі. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенованың жетекшілігімен жаңадан зейнеткерлікке шыққан әскери қызметкерлердің еңбек өтілі бойынша зейнетақы төлемдерін қазіргі 50-65%-ның орнына 60-75% мөлшерінде ұлғайту мәселесі қарастырылып жатыр, делінген премьер-министрдің хабарламасында. Сондай-ақ әскери қызметкерлерді материалдық ынталандыру мәселелері де қарастырылып жатыр. Әскери қызметкерлерді материалдық ынталандыру мақсатында 2024 жылы 27 қыркүйектегі Қазақстан үкіметінің қаулысымен құқық қорғау органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің жаңа жүйесіне көшу көзделген. Оған сай 2 жылда, яғни 2025-2026 жылдары әскери қызметкерлердің лауазымдық жалақысы орташа есеппен 48,2% кезең-кезеңмен өсетін болады. Бірінші кезеңде офицерлердің жалақысы 20,3%, қатардағылар мен сержанттардың жалақысы 33,9%-ға өседі. Екінші кезең бойынша ұлғайтуды көздейді. Офицерлер үшін 23%, қатардағы және сержант құрамындағылар үшін 10% делінген хабарламада. Құжаттағы мәліметке сәйкес жалақының бұлай көтерілуі мемлекеттік құпиямен жұмыс істегені үшін сыйлық ақылар, денсаулық сақтау және зейнеткерлік жәрдемақылар сияқты барлық байланысты төлемдердің өсуіне әкеледі. Бұл ретте мүдделі мемлекеттік органдарға коммуналдық қызметтерді 50% көлемінде өтеу, далалық төлемдерді жүзеге асыру, әскери қызметкерлерге және олардың отбасы мүшелеріне жылына бір рет демалыста отбасымен пойыз арқылы басқа жерге барып қайту, сондай-ақ қалалық, қала маңындағы және жергілікті қозғалыстағы қоғамдық көлікте тегін жүру мәселелерін пысықтауды тапсырдым, деді премьер-министр. Премьер-министр Олжас Бектеновтің айтуынша әлеуметтік қамсыздандыру аясында әскери қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінің көбі республикалық бюджеттен тұрғын үй төлемдерін алады. Биыл бұл сома 118,5 миллиард теңгені құрады. Бұл төлемдер баспана сатып алуға, оны жалға алуға және тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталғанын атап өтілді. Наурыз айында Қорғаныс министрлігі қазақстандық әскерилердің жалақысын қайта қаралғалы жатқанын хабарлаған еді. Ол кезде департаменттің мәліметінше келісімшарт бойынша әскери қызметшілер орташа есеппен 150 мың теңге жалақы алған. Сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік төлемдер де алады. Сонымен әскери қызметкерлерге барынша жағдай жасалуда.